Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай ерекше болып шығатын запеченные яблоки жасайтын боламын. Қажетті заттарымыз алма, қант, май және де корицамыз қажет. Одан кейін осылай арнайы формамыз қажет болады. Алмамыз ары-бері қозғалып кетпеу үшін осылай арнайы астын домалақтап кесіп алып тастаймыз. Одан кейін осылай қатты жерін домалақтап, кішкене шұңқыр қылып, барлығын кесіп шығуымыз қажет. Қабығын аршып та жасай берулеріңізге де болады, бірақ барлық витаминдер қабығында болғандықтан мен аршымай жасаймын. Міне осындай тереңдікте болуы қажет. Қантымызға корицамызды қосып, барлығын, яғни жақсылап араластырып аламыз. Формамызға дайындап қойған майымыздың, яғни барлық жеріне жақсылап жағып шығуымыз қажет. Одан кейін дайын алмаларымызға осылай дайын тұрған корицамыздың барлығын салып, алманың сыртына осылай майымызды жақсылап жағып шығуымыз қажет болады. Алмамызға бір ерекше дәм беретіндіктен майымыздың барлығын сыртына толықтай жағып шығамыз. Духовкамызға 180 градуста жарты сағаттың көлемінде пісіретін боламыз. Міне біздің өте ерекше болып шығатын духовкада піскен алмаларымыз дайын болды. Өз қалауларыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын сеуіп жей берулеріңізге де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де басқа да түрлі видео рецептерді менің каналыма кіріп көрулеріңізге болады. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.